жеті жүз теңге болды. Килосы қаншадан бұның? 850. Немене бәле, кеше ғана 700-ден сатып жатырмын ғой, айна? Қымбаттап келіп жатыр ғой. Помидордың қайсысын аласыз? 600-650. 600 не сайына кеше 500-ден сатып жатырмын ғой? Енді қымбаттап келіп жатыр ғой күніге. Персик ше? Персик 900. 900? Ойбай, айқаламаңызшы. Енді қымбаттап келіп жатыр ғой. Айқаламаңыз дейді. Мен емес сендердің бағаларын айқалап тұр ғой айналайын. Мынаны естіп шыңғырып кете жатып қой. Немене бәле? Мейлі үйтетіңіз бар, амай-ақ қойыңызшы вообще. Амайым онсыз да, мә. Қазір шығамда бүкіл көршілерге сені жамандайын, білдің ба? Мына жердің несі товар нашар екен, амаңдар деп айтам. Ана далада тұрған летникті мен жапқызғам, білесің бе? Жазып жүр. Ана аптеканы да мен жапқызғам. Сен де ертең жабыласың. Онда мынаны ала берсеңші, тегін ақ. Керек жоқ, немене 4 апельсин беріп, 6 берсе мейлі екен, кетші. Мен 6-ау да берем, келсеңші. Әли, осы бағланға ненің құрметіне жұрттың бәрі ат бере береді? Ненің құрметіне береді? Бағланаға байғамайсыз ба? Серьезный болып отырады ғой, қай жерде болса да. Сол үшін ол кісі серьезный болған үшін, серьезный адамдар серьезный сыйлық береді. Сонда тек қана серьезный болу керек болды ма? Болды ғой, сол ғой проблема. Ой, болам ғой мен. Мен одан да қатты серьезный болып отырамын ғой қазір. Ойбай, әшейін серьезный болып отырамын, болды, иә? Болды, қойыңызшы, миды ашып жібердіңіз ғой. Серьезный болсаңызшы болды. Болды ғой, серьезный болып мода тұрған. Ал Дархан, рахмет, Жұлдызай көрдің. Дарханның көңілін көрдің, пейілін көрдің. Аланидің тағамы қандай дәмді, рахмет. Үлкен рахмет. Рахмет бәке, бір минут кеше көріп отырмын. Елдің азаматтары сізге ат мінгізіп жатыр екен, менде де ат болсын, жұп болсын сізге де. Ой, рахмет. Рахмет, шын жүректен рахмет. Ал енді сізде қош келдіңіз. Мынау орамал том болмайды, жол болады дейді. Ал мынау сізге. Рахмет, жаным. Ой, Жұлдызай, көргеніме қуаныштымын. Мынау өнер мектептерің құтты болсын, керемет екен. Сонда бұл өнер мектебінде біздің болашақ жұлдыздарымыз не тәлім тәрбие? Не тәлім тәрбие болғанда домбыра оқиды, вокал, хореография, актерский, типография, бассейн. Жоқ, олар жоқ, олар жоқ, иә. Солармен, иә, сондай күшті. Сонда мынау 4-ші этаждың бәрі сенікі ме Бағлан? Құрман-ай әпке, қызықсыз бар ғой, 4-ші этаж дегеніңіз не? Осындай жігітке 4 этаждың бәрі Бағландікі ғой. 4 этаждың бәрі соңғы ғой. Жұмыс, иә. Сонда Бағлан бұл жерде директорсың ба? Директор Роза, келіншегі ше, өткен таныстырдым ғой сізді. Сол жерде директор. Да, сен директор сияқтысың, неғып жүрсің сонда сен бұл жерде? Соны айтамын, сіз немеге менен сұрай бересіз? Бағланнан сұрасаңызшы, сөйтіп сұрақтар. Бағлан, сонда негізі ақшасы қанша бұның? 20 мың. Ал жеңше, бүгін халықаралық әйелдер мерекесі құтты болсын. Сол мерекеге сізге гүл. Ой, рахмет айналайын. Содан кейін жеңше не алатынымды білмей, сізге ұнамай қалама дедім да, ең дұрысы ақшалай бере саған дұрыс дедім да. Дұрыс дегенсің, иә. Жеңше, мына 8 мартқа бір нәрсе алыңыз өзіңіз. Жоқ, қой, рахмет, мен алмаймын. Ой, қойыңыз жеңше, сізге ғой арнайы алыңыз, ұялмаңыз. Жоқ, мен ұят екенмін, алмай қойшы, ала берші. Ой, жеңше, алыңыз, кейін міндетсініп үйтпеймін, алыңыз. Жоқ, ұят қой, мен не деп аламын мынаны? Ала берсейші, өзің керек жоқ. Ой, беріп тұрмын ғой мейрамға, алынсаңызшы. Ұят қой деймін, мынаны не деп аламын, 5000 теңге, не анда жетпейді, не мұнда жетпейді. Мә, беруге ұялған жоқсың ба осыны? Алыңыз дейді ғой, ұялмаңыз деп. Адам жынына деп, настроение болсын. Өлі. Мынаны не сен? Болмаса, амай-ақ қойсын, ауылда жеңше. Жұлдызай, осы жоғарғы сұрыптағы өте керемет экатымен сен иммунитетін көтеріп, осы экатменді ішші. Сіз мен не ауру деп отырсыз ба сонда? Жоқ, Жұлдызай, кішкене өз-өзіңе қарап жүріп жатқаның ғой. Сонда мен өз-өзіме қарамай жүрмін ба? Сізге не, далаға қарап жүрмін ба? Мен қызықсыз бар ғой, өз-өзіңе қарап жүр деп. Қалай айтасыз сіз? Жоқ, сіз мені ауру деп тұрсыз ба? Сіз дәл қазір маған дәрі іш, сен аурусың деп тұрсыз ғой сонда, иә? Жоқ, бұл енді дәрі емес қой, бұл экатмен қаразере май ғой. Жеңше, назылап отырсыз? Гүлзира ханыммен ұрысып қалдым. Тағы да түсіңізде ма? Енді бар, сұрамайсыз ба не дейді мына кісі? Ой, сұрадым ғой. Сөйтсем, ана экатменді тапта іш, содан кейін достасасың дейді. Сөйтсем, ол Гүлзира ханымдікі ғой. Екеуміз ұрысып қалдық қой, енді маған бермейді ғой. Ой, қазір тауып келем, уайымдамайсыз, уайымдамайсыз. Жеңше, несиеңізді жауап беретін адам таптым мен. Кеше ғана отырыста болдым, біздің бір таныстардан, кредит жауап берген қыз, сол бүгін тамаққа шақырып, бүйтіп, ана бүйтіп ше, бүйтіп бере. Тошын жауап бере ма? Ой, иә, конечно, жауап береді. Айтып сені қатты шығын болып кеттік. Болды, келді. Аспайсын айналайын қарам. Мына біздің кредитті жауап берем депсің. Рахмет саған бар ғой. Көп. Неше жыл болды өзің жауабамай жүр. Соны қалай жауап бересің бізге? Иә, соны. Ал былай. Кредитің қанша теңге? 1 200 000. Иә, 1 200 000, иә. Азық. Онда былай. Жабатын ақшаларың бар ғой.
банкке барасыздар, өтініш жазасыздар, оның графигін ауыстырып тиімді жолмен. Сен өзің жауап бермейсің бе бізге? Жоқ, мен жауап бермеймін, мен заңгер болғандықтан тиімді жолдарын айтамын, жабудың тиімді жолдарын үйретемін сізге. Сіз үнемдеп жабасыз. Үнемдеуді айтып жатыр ғой. Үнемдеу дастарханды біліп қой. Мерей, мен күшті қылып тұршы, бүйті арық қылып жоғары көтеріп. Айналайын, екеуің қайда жүрсіңдер? Келсе шайланып ішіңдерші. Тоқтай тұрыңызшы, жеңше, бұдан кейін біз таңғы асты үйде ішпейміз. Біз тек қана осында латте, кофе бардан ішеміз. Әртістердің бәрі сөйтіп жүру керек екен ғой. Хош, мынау не? Латте ғой. Бұл қанша тұрады? 2000. Ойбай, одан да маған 1 кило ет әперсең, апта бойына тамақ істеп беремін ғой. Бұдан кейін біз ет жемейміз, бәріміз ветериан боламыз. Неме боламыз дейді? Ветериан. Қоя беріңізші, мысалы бұқа ет жемейді екен де күші көп. Жылқы ет жемейді екен күші көп. Күші көп адам болмаймыз ба? Айналайын, бұқа мен жылқының саған не қатысы бар? Сен адамсың ғой. Білім кеше видеодан көрген әйтеуір. Не ғой, өші тұршы Мерей. Таксиге 2000 теңге беріңізші, жеңше. Мынау қымбат тұрады екен ғой, алып қойдық бүкіл ақшаға. Айналайын, 2000 теңге саған беруші ет алмайын ба? Сен жаяу бар, бұқасың ғой. Ветеран дедіңдер ме? Және не дедіңдер? Жаяу барыңдар екеуі. Ана бер не уайымдап жүрсіз? Біртүрлі болып жүрсіз ғой. Баяғыда деймін де жас кезімізде. Ата-анамның да, әке-шешемнің айтқанын бекер тыңдамаппын. Осы күнде өкінем бар ғой. Сонша өкінетіне не айтып еді? Білмеймін, не айтқанын есімде де жоқ қой. Тыңдамаппын деп тұрмыз. Жеңше, бұл жерді нағып жүрік, шу балайын деп атсыз ба? Кафеге бармаймыз, кеттік. Тоқтай тұр, шу балайын деп атқан жоқпын. Енді? Бүгін мына жерде мейрам екен, аяжан тоқтасын. Қарашы, дастархан жайып қойған адам көп тұрсың ғой, сондықтан кафеге барғанша, міне осы жерде ішіп жеп, тойып ал, мен шубарлап, алатын адам құлап жүре берейін. Түсіндің ғой, Сонда пойызда да ештеңе жемейміз, не? Ой, бір сенде тамақ деп. Осы жерде жеп ал дедім. Жегін кеп, неғып барса, бір екеуін салып ал. Давай, мен арлап жүргендей болады. Тез жеп ашты ғой. Жеңше, маған демалу керек сияқты. Соңғы кезде байқап жүрсіз бе, мен түрім жаман шаршап жүр ғой. Сен бала бір шетелге барып демалып келсейші онда. Шынымен ба? Иә? Осы ағаңмен ақылдасайын да сені Түркияға демалысқа жіберейік. Мен вообще шетелге шықпағам ғой, как раз. Түркияға барсайық. Сосын өткенде сен асқазаның ауырып жүреді ғой. Сол асқазан, көз, мұрын, аяқ, арқа, бас, ана құлақ бәріне операция жасап кел. Өлі қызықсыз ба? Мақұл асқазан мейлі. Қалғандарын не үшін жасты, мен ауырмайды. Ана Сатчан деген бала бар, мен танитын көрші, баяғы көрші болған. Сол Түркияда мықты клиникада істейді екен. Ол клиникада әлем бойынша операция арзан екен. Жасап келмейсің ба? Күндердің күнде ауырады ғой бәрі сол жерлерің. Мен демалысқа баратырмын, мейлі операция жасатып баратырмын ба? Ой, барасың. Али, ау, айтпақшы үйдің налогын төлесеңші апарып. ой, үй салық азаматқа бересіңші болды ғой. Кімге? Салық көкен баласына ма азаматқа? Қой айналайын, ертең анау төлемей оған өмір берген ақшаң қайтпайды ғой. Екі есе қып айналайын, сосын жүрейік ана үйдің пенкасы көліп тұр. Қой айналайын, керек жоқ. Біріншіден пенкасы емес, пениясы деп айтсаңызшы. Сосын ол азамат салық көген баласы емес, ол азамат деген. Салық деген ол приложение. Сол скачать етіп аласыз да, төлей саласыз. Бересеңші ақшаны, мен төлей саламын өзім. Жоқ, қош керек жоқ. Қандай дейсің? Салық. Өзім ақ соны скачать етіп алмайын ба? Ертең сосын ана мынанша төледім де өтірік алып түсінексің. Қандай? Салық болды, иә. Жүргенбіз телефонсыз хит-хоптай